Шынына керек достар, мен бұл тақырыпқа видео түсірем деп ойлаған жоқпын, бірақ көпшілігі соңғы кезде менің әрбір видеомда осы сұрақты қоя береді. Яғни, Нұрлан Қаламов, сенің көзіне не болды? Сенің көзіңді біреу ұрды ма? Сені біреу ұрып кетті ма? Және тағы да басқа сұрақтар көп келіп жатыр. Достар, мен осы видео арқылы сол сұрақтарға жауап бергім келіп тұр. Сосын осыдан кейін осы темаға ешқашан оралмау үшін. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. В общем, бүгін бізде сұрақ-жауап видеосы болады. Мен дейтін ең басты сұраққа жауап берейін. Бірінші, менің көзіме не болды? Бүгінгі видео көбінесе осы көз туралы болады. Сол үшін егер де ол тема сіздерге қызық емес болса, онда қарамасаңыздар болады бұл видеоны. Жай ғана лайк басып кетіңдер және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Енді білейін, өздерің қарайсыздар ғой енді. Мен негізінде бұл сұраққа жауап берген болатынмын. Осы бір апта бұрын, 2 апта бұрын дегені, мен қайтадан YouTube'қа оралған кезде мен айтқан болатынмын ол туралы. Мен сіздерге айтқан болатынмын, сұрағына жауап берген болатынмын, бірақ көпшілігі ол видеоны көрмеген сияқты, немесе даже көрсе де, бірақ сонда да қойып жатыр сол сұрақты, көзіне не болды деп. 2-3 рет жауап берген сияқтым, бірақ сонда да достар әлі күнге дейін адамдар сұрап жатыр. Нұрлан Қаламов көзіне не болды деп. Хейтерлер ренжімесін, бірақ шын мәнінде менің көзіме ештеңе болған жоқ. Ештеңе болған жоқ дегенде, яғни ешкім оны ұрған жоқ. Мені ешкім ұрып көзімді фингл қылдырған жоқ. Бұл көпшілік жазады комментарийда, Нұрлан Қаламов сені бір ұрып кеткен сияқты ғой деп. Біреулер күледі соған, прикол қылдырады соны. Білім не үшін екенін, адамда бір жара бірден шығады, көзі ісіп кетеді, білем адамдар күле ма. Вообще сондай комментарийлардың көпшілігін мен оқыдым. Енді барлығы ондай емес. Андай комментарийлар да бар. Нұрлан Қаламов деп тез жазылып кет деген сияқты комментарийлар да бар. Барлығыңызға рахмет, кім қолдап жатыр, кім жазылып кетсін деп жатқандардың барлығыңызға да рахмет. Және достар, құрбан айт мейрамы бәріңізге де қабыл болсын. Қазір мейрам екенін барлығыңыз білесіздер. В общем, достар, сіздерге жауап берерім. Бұл дейтін витилиго дейтін ауру, және де бұл ауру менде қыстан бастап шығып бастады. Яғни, мен сіздерге қазір суреттерін көрсетейін бұл аурудың. Яғни, сіздер көріп тұрғаныңыздай, адамның денесінде андай ақ, андай точкалар, пятнолар шығып бастайды. И ол өте жаман негізі, шынына керек. Менде тек қана көзімнің үстінде шықты, сондай қыстан бастап шықты. Бірақ қыста ол көрінген жоқ қатты. Және де сіздер байқаған боларсыздар, мен ескі видеоларында менің қасыма да бүлтірлі бірдеңе болды. Мұндай көпшілігі сол кезде тоже жазып жүрді комментарий типа Нұрлан Қаламов сен қасына не болды деп. В общем, соның барлығы сол витилигоның зардабының кесінен. Енді қазір мен емдеп жатырмын соны. Емдеп болдым дегенім уже. Все, бүгін соңғы күн болды. Емделгенім, енді уже барлығы жақсы болу керек. Сол мен соңғы күннен кейін сіздерге жазғым келді осы видеоны, бүкіл емді алып болғасын. Әрине, қазір мен көзім әлі ісіп жатыр, сіздерге даже көрсетсем болады, міне достар, осындай болып тұр, жаман болып тұр. Бірақ алдағы уақытта ол кетеді деп ойлаймын енді, кететін шығар деп үміттенеміз енді. Өйткені емін бәрін алдым. Маған айтқан болатын, и осылай болады деп, көз ісу дейтін ол норм деді маған. Жаққан кезде көзім ісіп кетті. Негізінде менде витилиго басында ақ болып тұрды. Сосын маған дәрілер берді, андай жағатын дәрілер. И сол дәрілерді жаққаннан кейін ғана мен көзім ісіп бастады. Сосын маған айтты, көзін істейді деді, қып-қызыл болып кетеді деді. Сосын жайлап бір айдан кейін өзі орнына келіп бастайды, баяғы қалпына, и содан кейін вообще жоғалып кетеді деді. Сосын баяғыша боласын деді, содан кейін баяғы сол Нұрлан Қаламов боласын деді. В общем, мен соған сендім, шын айтсам, бұл товар дейтін қазақстандық емес, шын айтайын, бұл шетелдік товар. И мен сіздерге даже атын да айтпай қояйын, өйткені бұл реклама болып кетер, құрсын реклама емес ешқандай. И қазір енді бір ай өтті, енді бір айдан кейін енді бәрі жақсы болады деп ойлаймын енді. Өзім тез кеткенде қалаймын, өйткені видеолар түсіргім келеді осылай камерамен, бірақ бір жағынан көзімді де көрсеткім келмейді, өйткені көпшілік жазады, веб-камерасы түсірші, жаңа көзін онша емес болып тұр ғой деген сияқты. Білмеймін достар, көрерміз енді. Пока что осылай очкимен түсіре тұратын болармын, и немесе вообще даже без камерасы да түсіреміз видеоны. Осындай жаңалықтар достар. Жақсы достар, көз туралы енді сіздер түсінген шығарсыздар. Ешкім мені ұрған жоқ достар. Бұл жай ғана витилиго дейтін ауру. Жақын арада осы 1-2 аптада кету керек ол. В общем, мен дейтін өзі сообществомда сіздерге сұрақтарыңызды жаз деген болатынмын. Және де қазір біршама адамдар уже сұрақтарын жазып тапты осы 5 минуттың ішінде. Давайте соларды оқып, соларға жауап берейік енді. Бірінші сұрақ. Неліктен қалам арнасында видео жоқ? Белгісіз мультигі қашан шығады дейді. Бұл сұраққа да мен жауап берген болатынмын.
Қалам арнасы, егерде білмесеңіздер, мен екінші арнам, анда мен дейтін мультиктер жасап тұрам, анимациялар, және де анда бір сериал бар, белгісіз дейтін, сол көбіне ұнап қалды, және де адамдар жалғасын күтіп жатыр. Мен айтам достар сіздерге, то что белгісіздің 3-ші сериясы шығады достар, уайымдамаңыздар, мен осы август айында шығаруға тырысамын барынша. Бол достар, бұл сұраққа енді оралмаймын. Влог түсіру ойыңызда бар ма дейді. Иә достар, влог түсіру ойымда бар, бірақ әзірше мен не түсіретінді білмеймін. Негізінде көбінесе влог түсіргенде адамдар бір жерге қыдырады, бір жерге барған кезде түсіреді влогтарды. Әзірше бізде Қазақстанда карантин, және де бүкіл әлемде карантин, так что пока что влог біз түсірмейтін шығармыз. Жақын арада карантин бәрі бітсе, жолдар ашылса, барлығы ашылса, сол кезде ғана біз влог түсіріп бастаймыз. Бірақ мен шын айтсам, тек қана влог түсірмеймін ғой, білесіздер ғой, мен дейтін ойындар түсіремін, өзіме, влог қашан түсіргім келеді, сол кезде түсірем. Че-то братан, активность аз ғой, контент жасашы дейді. Айтпақшы, я достар, көпшілігі маған комментарияда жазады, Нұрлан сенің активностың кетіп қалды, Нұрлан сенің активностың кетіп қалды, Нұрлан сенің активностың кетіп қалды, Нұрлан активың кетіп қалды, ойбай скатился, все болды, сен жаман болып кеттің, баяғы шоу емессің деп. Сондай адамдар өте көп комментарияда жазады маған. Шын айтсақ, активность жоқ болғаны сіздерге ешқандай минус емес қой. Неге етіп жазады, мен түсінбеймін. Активность аз болса, активность аз бола берсін. Самое главное, видеолар қызық болса болды емес пе сіздерге. Короче, мен түсінбеймін, неге етіп жазатын адамдардың активность жоқ деп айта береді. Негізінде шын айтсам, активность керісінше менде қазір көтеріліп жатыр. Күніне 2 видео шығарғасын ба, менде қазір активность жақсарып кетті. Соңғы видео шығарған видео уже там 15 мың просмотр жинап алды бір күн ішінде, и және де бұл өте керемет результат деп санаймын мен. Өйткені мен жарты жыл ютубта болған жоқпын. Жарты жылда вообще адамдарды ұмытып қалу керек, бірақ мені әліңгіше қарайды, және мен сіздерге рахмет сол үшін. Және де достар, көпшілігі сұрайтын сұрақ, қанша ақша табасың ютубтан да, қанша ақша аласың. Шын керек достар, мен ютубтан онда көп ақша таппаймын. Бұларды да вообще мен копейка алам кішкентай. Осы айда мысалы мен тек қана бір 20 мыңдай тапқан болармын ютубтан. Одан көп табу білмеймін, пока что қиын маған. Білмеймін, 50 мыңға дейін көтеруге болатын шығар, бірақ одан көп асыру қиын болады достар. Енді мен барынша жұмыс жасайтын боламын, осы канал маған табыс алып келетіндей, өйткені егер де табыс алып келмейтін болса, мен онымен толықтай айналыса алмаймын. 2 видео түсіріп, жұмыс ретінде айналысқым келеді осы ютубпен. Сол үшін барынша тырысамын достар. Сіздерге де мен қолдағыларың келсе, онда арнаға тіркеліп лайк басып жүріңіздер. Майнкрафт немесе Brawl Stars. Шын айтсам, Майнкрафт, өйткені мен Brawl Stars ойынмен тек жақында ғана таныстым. Және де көпшілігі менен қазір Brawl Stars сұрап жатыр. Нұрлан қалам, қашан Brawl Stars, білмеймін, әйтеуір көпшілігі нақ болған сияқты. Мен Brawl Stars видеом, көпшілігі Brawl Stars'тан видео күтіп жатыр. Енді достар, енді пока что мен ол сұраққа қатты жауап бере алмаймын. Мен Brawl Stars түсіруге тырысам, енді алдағы уақытта, егер де барлығын ұнап қалса, көрерміз достар, көрерміз. Мен может қызық бірдеңе ойластырармын. Сіздің ағаңыз немесе іні қарындасыңыз бар ма дейді. Достар, мен тек қана ағам бар, болды. Болашақта қандай план бар дейді. Болашақта сол осы ютубымды дамыту, және осымен табыс табу, және ары қарай жалғастыра беру, контентті дамыту, камера жаңа качествосын одан арақ күшті қылдыру, және тағы да басқа. Көлігіңіз бар ма дейді. Жоқ, мен өзімнің жеке көлігім жоқ, шын айтсам. Қандай көлікті ұнатасыз дейді. Шынына керек, мен ондай көліктермен қатты қызықпаймын, және де маған, в принципе, любой көлікте бара береді. Ең бастысы автомат коробка болса болды маған тек. Мерс әлде BMW дейді. Енді білмеймін достар. Айтып тұрмын, мен машиналарда вообще қызықпаймын, и шынына керек, білмеймін, Мерс шығар, наверное. Бірақ BMW да жақсы. Как-то жақсы, мейлі. Конор әлде Хабиб. Білмеймін достар, мен үшін Конор. Барселона әлде Ивентус дейді. Және достар, мен футболмен де қызықпаймын, шынына керек. Достар, сіздер таңғалып отқан шығарсыздар, сен немен қызығасың деп, вообще көлікпен қызықпайсың, футболмен қызықпайсың деп. Достар, мен ютубпен қызығам, ойындармен қызығам, анимациялармен қызығам, фильмдермен қызығам. Бірақ осы футбол, сосын машина дейтіндермен көп қызықпаймын. Жоқ, машина более-менее кішкене, машинамен кішкене қызығам, а футбол вообще қызықпаймын футболмен. Қай оқу орнын бітірдің дейді. Достар, мен дейтін 2 шетел тілін бітірдім, яғни мен қазір ағылшын тілінде диплом бар менің. Мен қазір ағылшын тілімен жұмыс жасай алам, білмеймін, переводчик болып кете алам, мұғалім болып кете алам. В общем, сондай менде. Қазіргі таңда жұмыс жасайсың ба?
Иә достар, мен жұмыс жасаймын, және де бірақ қазір отпусктамыз деп айтуға болады. Негізі достар, жұмысым туралы ондай көп айтқым келмейді. Болашақта егер де бәрі жақсы болса, сол кезде ғана сіздерге айтам барлығын. Әзірше жұмыс жасайын деп айта салайын, иә. Осымен достар, аяқтайтын шығармын бұл видеоны. Иә достар, бұл дейтін сұрақ-жауап видеосы болмай кетті соңында. Иә, мен тек қана өзіме қызық сұрақтарға жауап бердім және осымен аяқтайтын шығармын бұл видеоны. Просто мен бұл видеоны өте кішкентай қылдырғым келген жоқ, құттай болсын ұзақ қылдырғым келді, сол үшін осындай тағы да сұрақтарға жауап бердім. Сіздермен бірге болған Нұрлан қалам, достар, арнада тіркеліңіздер. Егер де достар сіздерге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар және де келесі видеода кездескенше достар. Сау болыңыздар.